Güzel oldu. Otur bakayım. Hacı biz niçin yazardık? Biz jent жасап үйренейік деп жатырмыз. Мен саған айтып едім ғой кеше, жент жасап үйретемін деп. Иә? Міне, жент бұл қазақтың ең көнеден келе жатқан ұлттық тағамының бір түрі. Жент жасау үшін міне дәнді дақылдардан тарының талқаны, бидайдың талқаны, шекер, міне қантты қосып, сары майға былғайды. Міне май айының тортасынан айырылған сары майы. Міне мен жаңа қорытып, бұны кішкене сәл суытып, демін алдыртып, дайындап қойдым. Енді бұлар жасау үшін біз осы дәнді дақылдардан, шекерден бір белгі мөлшерде қосуымыз керек. Алып, тоңазыққа салып қоямыз. Сосын бұл қатып, бізге дайын жент болады. Қазір қатсын кішкене, сосын осымен шай ішеміз. Бұл қатқанша екеуміз шай жасай қояйық, тамақ жасай қояйық. Сәлем достар. Мен бүгін әжемнің үйіне келдім. Енді маған әжем осы сен пісі дайындауды үйретті. Енді Жентіміз дайын болды, міне. Омырып алып келдім жаңа мен енді. Дәмін көрейік па? Көрейік, көре ғой, құлыншағым, көре. дәмді болыпты. Қандай дәмді шыққан менің ботақаным дайындаған женті. Түйғыр. Мен енді саған шұбат құйып берейін қызым. Міне қазақтың қуырдақ жемі жеді, қазы же, жент же. Анашым, қарайшы саған не жасап алып келдім? Ne istedim? Qanday ajemi? Шесәт, қалдарың қалай жаным? Apa сәлем бер. Көп жасаймын, Көрлейін. көп жаса. Біз Гүлназ екеуміз жаңа жент жасап үйрендік. Мен Гүлназыма жентті үйреттім. Жентті қалай жасайтынын көрсеттім. Тамаша, әдемі екен. Қолыңыз дертіп көрмесін, апа. Бейшаным, жеңдер. Әкелерің келгесін шай қойып ішіңдер осымен. Не мынау қобдишаны маған сонау үлкен әжелерің сыйға тартқан болатын кезінде. Мен осы елге келін болып түскенде. Мынау анаңның қолрауындағы алқасы, сырғасы, мына білезігі, бәрін сол маған үлкен әжең сыйға тартқан. Мен қазір оны сенің анаңа сыйға тарттым. Енді Гүлназым бой жеткен кезде Гүлназыма тағып береді. ал мынау шаштенге міне анаңдікі қазір. Мен кезінде, жас кезінде мен таққанмын бұл шаш болды. Енді қазір анаң тағып жүр. Қандай күмістен жасалған. Жүргенде сыңғырлап, сән береді. Сенікі де өзің жасыңа лайықты шаштенгені қалай әдемі жасаған. Анашым. Anaların merkeleri kutlu olsun onlar. Katarını aldım. Ой, айналайын, анасының қолғанаты өзі. Отыра ғой, сен. Еркем дейді папам да, еркем дейді мамам да. Айтында сасындаған ерке болу заман ба. Бақ берсін, бәледен сақтасын, абырой берсін, сақтасын. Елге дәулет берсін, немесе қайырмен берсін. Бастарыңызға береке берсін, астарыңызға адалдық берсін. Дендеріңізге саулық берсін, дастархан тоқ болсын, уайым жоқ болсын. Әумин.